ешқандай да поделка жасауға возможностьтары жоқ, себебі мемлекет оны қатты қадағалайды. Тіпті өлім жазасына дейін барады екен. Поделка жасағандарды өлім жазасына дейін кеседі екен. Отзывтар өте көп медицинасы туралы. Біздің бағамызбен 11.500 теңгеге шықты. Және бізге 3 витамин алғанда 4-ші сыйлыққа берді. Өте тиімді шықты деп ойлаймын, өте арзанға. Және аптекада бізге $25 шамасы болады деді. $25 жоқ болған соң біз $100 бердік. $100 алды да $75 берді. Және осы елдің фунт, Египет фунтынан тоже 15 па сондай. Честно беріп жатыр да, бізге, например, 15-ті бермесе де болады ғой. Біз оған ештеңе істемейміз, дейміз де жүре береміз. Енді қиын, бірақ все равно соны честно етіп барлығын қайтарып беріп жатыр. Сосын майларды, мысалы банағы масло черного тмина, оларды мынадай супермаркет ларектардан алған дұрыс емес. Себебі олар алатта майға кішкене ғана иісін тамызып, мысалы духи алсаңыз кішкене иісін тамызып жасап қояды екен поделка. 2 сағаттан кейін ананың иісі шығып кетеді, просто май қалып қояды сізде. Өздерінің специальный центр масел деген бар. Вот сондайларға барсаңыз, саудалассаңыз, почти жарты бағасына дейін түсіреді екен. Оны біле жүріңіздер. В общем, менің әйелім звезда бүгін мына роликте.